Қалай амансыңыздар ма? Денсаулықтар жақсы ма? Әдеттегідей біз тегін сабақ группасы дегенді бастаймыз. Бұл тегін сабақ группасына барлық адамдар қосуға болады. Көзің көрсе, құлағың естісе, сөйлеп білсең болды. Телефоның жақсы істесе, интернетің жақсы болса, бұл күніне 2 сағат сабақ көрсеңіз, жұмысыңыздың арасында үйде қарап отырғандар бар ғой. Телефонға қарап сайқымазақ киноларды, басқаларды көріп отырғанның есесіне осыған қосып сабақ көрсеңіз, кейін сабақта 2-3 сабақ қайталап көргеннен кейін өзіңіз үшін қалып осында мен сабаққа қосыламын, ақша тапқым келеді, табысқа шыққым келеді деген адамдарға өте қолайлы. Бұл жас таңдамайды. 18 жастан бастап 70 жасқа дейінгі аралықтағылардың барлығы жұмыс жасай алады. Бұған үйде отырған адамдарға өте қолайлы. Қазір көп адамдар білесің ғой, жұмыссыз жүрген адам көп. Несиені банкілер беріп тастаған. Сен жұмыс жасайсың ба, жасамайсың ба, оған да қарамайды. Несие алмақтың салмағы бар деген төлеу керек. Төлеуге ақшаңыз жоқ. Отбасыңызда алғандай ақша келеді, оны ары тартсаң бері жоқ, жетпейді. Соның үшін қиналып жүргендерге бұл өте қолайлы. Қазір көбірек жас семьялар бар. Жолдастары мүмкін таксовать ететін шығар. Бір жерде ақырам болып істейтін шығар. Олардың табыстары аз. Несиеге жетпейді. Несиеге жетсе, балалардың ақшасын төлеу керек болады. Ақша деген енді керек зат қой. Барлық заттың бәрі ақшаға қарап тұр ғой қазір. Соның үшін үйде отырып, қараптан қарап отырғанның есесіне осыған тіркеліп сабақ көрсеңіз, жолдастарыңызға едәуір көмекші болады. Біз Қазақстанда жұмыссыз адам болмаса екен, банкіге құл болмаса екен, кредиттерін төлесе екен, алдында алып алдыңыз, шаруаларыңыз бітірдіңіз, енді оны төлеуге қиналып қашып жүргендеріңіз бар ғой. Соларға өте қолайлы сабақ бұл. Егер мен осы сабаққа тіркеліп, осыны айтқанын зерттеп көрейін, өтірік пе екен, шын ба екен десеңіз, төменге мен WhatsApp нөмірімді қалдырып кеткенмін. Соған тіркеле берсеңіздер болады. Тіркеле алмаймыз десеңіздер, WhatsApp нөміріңізді қалдырып кетсеңіз, мен тегін сабақ группасына сіздерді қосатын болам.